Шабыт халықаралық фестивалінің жеңімпазы анықталды. Президент кубогын иеленуге 600-ден астам үміткер ынтық болды. Олар 5 күн бойы бақ сынасып, өнерлерін ортаға салды. Үздіктер сапынан көрінуге Қазақстанмен қатар 9 елдің өнерпаздары елордаға келді. Нәтижесінде бәсекелестік басым болып, байқаудың ауқымы бұрынғыдан кеңейе түсті. Жылдан жылға бұл фестивальдің сапасы да, саны да артып, бір үлкен еліміздегі бір культурологиялық сондай бір мәдени брендке айналды. Шабыт фестивалі шын мәнінде мықты әлемдік деңгейде деп айтуға болады, үлкен мәдени құбылысқа айналды. Осы жақсы жаңалықтармен, осындай бір үлкен ғажап құбылыстармен сіздерді құттықтаймын. Үздікті анықтар сәтте үміткерлердің толқынысы тулап жеңіске ұмтылды. Нәтижесінде президент кубогы Ислам Алиевке бұйырды. Ол осыдан 3 жыл бұрында классикалық музыка, ағаш үрмелі аспаптар номинациясында бақ сынап, 3-ші орынға тұрақтаған еді. Бұл жолы үмітін арқалай келіп, қос жүлдені қанжығасына байлады. Президент кубогын еншілеймін деп күтпедім. Дегенмен бұл ұзақ тыңғылықты дайындықтың нәтижесі. Сондай-ақ классикалық музыка, ағаш үрмелі аспап аталымы бойынша да гран-при иегері атандым. Қуанышымда шек жоқ. Байқаудың бұл жылғы ерекшелігі журналистика аталымы қосылды. Араға 6 жыл салып енгізілген номинацияға 4-ші билік өкілдері белсене атсалысты. Нәтижесінде гран-при Нартай Аралбайұлына бұйырды. Енді бағымыз бен бабымыз қатар шауып бүгін жеңіске жеттік. Десе де қатысқан әр азамат пен азаматша аяқтыға сөз бермейтін, ауызға жол бермейтін атпал азаматтар, келдек қалам ұшында көк найзаның сұсы бар деп жүрген журналистер, қаламбен ғана қаруланған азамат пен азаматшылар, сондықтан олардың әрқайсысы дәл осы жүлдеге лайық еді. Бұйырып бүгін маған бұйырды. Бұйырса алдағы уақытта, алдағы шабыт фестивальдерінде өзге де біздің мықты журналистер алады деген үміттемін, жүлде алады деген. Үміткерлерге сарқылмас шабыт сыйлауға эстрада жұлдыздары келіп әннен әуелетті. Айта кетейік, шығармашыл жастар фестивалі осымен 21-ші рет ұйымдастырылды. Осы аралықта 10 мыңға жуық өнерпаз бақтарын сынап, жұлдыздарын жақты.